Жуырда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мен қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы ортақ меморандум қабылдаған болатын. Яғни бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы мен аталған орталық директоры Жандос Бектілдіұлы арнайы құжатқа қол қойып, руханият жолында бірлесіп жұмыс істеуге уағдаласқан еді. Осы меморандум аясында мекеменің жұмысымен танысып қайттық. 2017 жылы ашылған орталықтың мақсаты Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қатысты көне кітаптары мен құжаттарды жинау, қалпына келтіру, сақтау және зерттеу. Мамандардың айтуынша, құнды жәдігерлер республика аумағынан ғана емес, шетелдерден де әкелініп жинақталады екен. Бұл мақсатта қызметкерлер Ресей, Түркия, Иран, Катар, Венгрия, Үндістан, Англия тағы басқа елдерге сапармен барып зерттеу жүргізген. Нәтижесінде еліміздің өткеніне қатысты араб, парсы, түркі, шағатай тілдеріндегі жазба деректер әкелінген. Орталығымыздың қорында жалпы 10 мыңға жуық сирек кітаптар мен жазба деректер бар. Оның ішінде 2 мыңға жуығы ең сирек деп саналатын жазба мұралар. Ол жазба мұраларымыз өзіміздің қор бөлімінде астында жалпы жабдықталған арнайы қоймада сақталады олар. Ал бұл жерде соңғы кезде шыққан кітаптар жалпы оқырманға арналған жаңа басылымдар осы жаңағы неге көрмемізге қойылған. Осы жерде және оқу залы бірге жұмыс атқарады. Көрме және оқу залында 4 бөлім бар, яғни тарихымыздың 4 кезеңін қамтиды. Атап айтқанда, түркі қағанаты, Қарахан мемлекеті, Алтын Орда және Қазақ хандығы. Бірінші бөлім түркі қағанаты бұрышында ырық бітік, оғызнама, қорқыт ата тәрізді кітаптардың көшірмелері қойылған. Ал екінші бөлім Қарахан мемлекетінде Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Ахмет Яссауи, Ахмет Югініки, Махмұд Қашқари тағы басқа тұлғалардың еңбектері назарға ұсынылған. Көріп тұрғандай, Махмұд Қашғаридың Дивани лұғат ат-түрк кітабына қосымша ретінде салынған әлем картасы бізде бар. Бұл әлем картасында не бар десеңіздер, дәп ортасында Махмұд Қашғари түркі тайпаларын орналастырған, ал мына жерде Шаш пен Еспенжап қалалары салынған. Шаш деген ол қазіргі Ташкент қаласы, Еспенжап ол Шымкент қаласы. Бұл карта 11-12 ғасырда салынған. Өздеріңіз көріп тұрғандай, картамыз дөңгелек пішінде салынған, яғни 11-12 ғасырда Махмұд Қашғари сол кезде әлемнің дөңгелек екенін білген. Яғни орталықтың көрме залына кірсеңіз, төл тарихымыз бен мәдениетімізге қатысты рухани қазынаға батасыз. Алтын Орда мемлекетіне арналған 3-ші бөлімде де небір құнды дүниелердің көшірмелері бар. Яғни Рабғузи, Рашид ад-Дин, Шәмс Тарази, Құтып, Саиф Сараи, Қадырғали Бежалайри тағы басқа авторлардың кітаптары жайлы мағлұмат аласыз. Айта кетейін, бұл еңбектердің түп нұсқалары Франция, Голландия, Ресей тағы басқа елдерде сақтаулы тұр. Бұл карта италиялық ағайындар Пицциганилардың Портолан деп аталынатын 1367 жылы салынған картасы. Портолан дегеніміз теңізшілерге арналған карта, европалық карта. Бірақ оң жағында, жоғары жағында Алтын Ордаға кірген 20-дан астам қалалары көрсетілген. Көрмедегі 4-ші бөлім Қазақ хандығы деп аталады. Онда 16 ғасырда өмір сүрген тарихшы Өтеміс Қажының Тарих Дости Сұлтан және Шыңғыснама кітаптарының көшірмесін көре аласыз. Әбілғазы Баһадүр ханның әйгілі түрік шежіресі еңбегі жайлы мәліметті де осынан табасыз. Сонымен бірге бұл бөлімде қазақ билеушілерінің өзге мемлекеттер патшаларымен байланысы жөнінде ақпарат алуға болады. Мәселен, Қайып ханның түрік сұлтаны 2 Ахметке жазған хатымен 1760 жылы Абылай ханның Цин императоры Цянь-Лунге жазған хаты сақтаулы. Бұл стендте қазақ хандығына қатысты мәліметтер көрсетілген. Мысалы, мына жерде Қазым хан тұсындағы қазақ хандығының территориясы көрсетілген. Ал жоғар жағында көріп тұрғандарыңыздай, ата-бабаларымыз сол қазақ хандығы кезінде жорықтарға, соғыстарға шыққанда қызыл туды қолданған, ал бейбіт заманда ақ туларды қолданған. Астыңғы жақта көріп тұрғандарыңыздай, сол кезеңде қолданған теңгелеріміз. Қорыта айтқанда, қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы жұмыс істеп келе жатқан 7 жылдан бері көптеген құнды жәдігерді жинақтаған. Алайда қызметкерлер мұнымен тоқтап қалмайтынын айтады. Еліміздің тарихына қатысты әлі де талай зерттеу жүргізілмек. Алпамыс Файзулла, Сүндет Ерғалиұлы, Мұнара телеарнасы.